Достар, Кореяда сүйіп жейтін тағамымызды апаға пісіріп беремін қазір. Кореядан тунец, водоросли деген нәрселерді алып келген едім. Сонымен апаның реакциясын көретін боламыз. Апа, кеше қонақтар келген кезде біз Кореяда жиі жейтін тамағымызды сіз жей алмай қалдыңыз ғой, қонақ күтем деп. Соны бүгін сізге пісіріп берсем, сіздің реакцияңызды көрсек, қарсы емессіз ба? Қарсы емеспін. Болды, онда апа, рахмет, қазір пісіремін, сөйтіп сіздің реакцияңызды түсіретін боламыз. Жарайды. Ал апа, енді давайте дәмін көріңіз. Бисмилля. Бұл тағамның рецептісі менің аккаунтымда тұр, достар. Инстаграмды жөндеп қарасаңыздар тауып аласыздар. Дәмді, өте дәмді. Ұнады ма? Шыныңыз айтыңыз. Шынымен дәмді, оғанда керемет дәмді. Бұл енді біз кеше айтып өткендей, Кореяда аптасына 1 рет, 2 рет минимум жеп тұратын тамағымыз. Дәмді. Ұнады ма? Керемет. Бұл тағамды Кореяда жаңадан босанған келіншектерге береді екен, өйткені бұл өте пайдалы. Апама ұнады. Кеше қонақтар келгенде тоже істеп берген едім, көбісіне ұнады. Апа сол кезде онша жей алмаған еді, міне апаға бөліп пісіріп бердім, апаға ұнады. Рахмет, тамаша. Рахмет, апа. Ас болсын. Рахмет. Бұл Қазақстанға 1 айға отпускке келген Кореяда тұратын қазақ отбасы, достар. Тіркеліп кетіңіздер. Әлі Корея жайлы көптеген қызықты видеолар көресіздер, ал қазірше Қазақстаннан осындай видеолар салып тұратын боламын.